Америка мен Қытай соғысса кім жеңеді? 21-ші ғасырдың ең қауіпті қақтығысының ықтимал нәтижесі. 21-ші ғасырдың басты геосаяси сұрағы. Егер әлемнің ең ірі екі державасы, ақш пен Қытай, бір-бірімен ашық соғысқа кіріссе, кім жеңеді? Бұл сұрақтың нақты жауабы жоқ. Себебі мұндай соғыстың салдары адамзат тарихындағы ең ірі апатқа айналуы мүмкін. Бірақ геосаяси сарапшылар, әскери талдаушылар мен экономистер бұл мәселені ұзақ уақыттан бері зерттеп келеді. Ендеше осы гипотетикалық соғыстың әр қырын жан-жақты талдап көрейік. Бірінші бөлім. Әскери қуат және технологиялық басымдық. Америка құрама штаттары. Америка қазіргі таңда әлемдегі ең қуатты армияға ие. 2025 жылғы деректер бойынша ақш-тың жылдық әскери бюджеті $850 миллиард асады. Бұл бүкіл әлемнің шамамен 40%-на жуық әскери шығын. ақш флотында 11 ядролық авианосец, мыңдаған ұшақ, озық дрондар және заманауи спутниктік барлау жүйесі бар. Сонымен қатар ақш-тың басты артықшылығы әскери адақтар жүйесі. НАТО, Жапония, Оңтүстік Корея, Австралия және Ұлыбритания сынды елдер ақш-тың стратегиялық серіктестері болып табылады. Қытай Халық Республикасы. Қытай халық азаттық армиясы саны жағынан әлемдегі ең ірі әскер, 2 миллионнан астам белсенді сарбаз. Соңғы 20 жылда Қытай қарулы күштерін түбегейлі жаңартты. Ол гипердыбыстық зымырандар, киберқару және дрон технологиясында үлкен жетістіктерге жетті. Алайда Қытайдың әлсіз тұсы әскери тәжірибе. Соңғы ірі соғысқа ол 1979 жылы Вьетнаммен қатысқан. Ал Америка соңғы 10 жылдықтарда Ирак, Ауғанстан, Сирия, Ливия секілді аймақтарда нақты соғыс тәжірибесін жинады. Екінші бөлім. Ядролық қор және қарусыздану тепе-теңдігі. Америка мен Қытай екеуі де ядролық держава. Америка шамамен 5000 ядролық оқтұмсыққа, Қытай шамамен 500 ядролық оқтұмсыққа ие. Қытайдың ядролық арсеналы аз болғанымен, ол үнемі өсіп келеді. Қазіргі таңда Қытай екінші соққы доктринасын дамытып жатыр. Яғни Америка ядролық соққы берсе де, жауап қайтаратын қуатқа ие болу. Бірақ ядролық соғыстың басталуы екі ел үшін де өзін-өзі жоюмен тең. Өйткені мұндай соғыста жеңімпаз болмайды. Тек тірі қалғандар ғана қалады. Үшінші бөлім. Экономикалық майдан. Екі елдің соғысы тек зымыран мен танктер арқылы емес, экономика және технология майданында жүреді. Америка экономикасы. Америка әлемдегі ең ірі экономика. $26 триллион ішкі жалпы өнім. Ол долларды басып шығаратын жалғыз мемлекет және әлемдік қаржы жүйесінің орталығы. Егер соғыс болса, Америка жаңандық сауда, логистика және банк жүйесін өз пайдасына қолдана алады. Қытай экономикасы. Қытай әлемнің өндірістік жүрегі. Әлемдік тауарлардың 35% Қытайда өндіріледі. Бірақ оның әлсіздігі энергия мен шикізат импортына тәуелділігі. Егер Америка тынық мұхиттағы теңіз жолдарын жауып тастаса, Қытай экономикасы бірнеше апта ішінде тоқтап қалуы мүмкін. Сондықтан Қытай бір белдеу, бір жол жобасы арқылы құрлықтық сауда жолдарын кеңейтіп, Ресей мен Орталық Азия арқылы балама бағыттар іздеп жатыр. Төртінші бөлім. Геосаяси одақтар мен ықпал аймақтары. Америка әскери одақтарға сүйенсе, Қытай экономикалық ықпал арқылы елдерді өз жағына тартып келеді. Мысалы, Африка мен Латын Америкасында Қытай $1 триллион жуық инвестиция құйған. Ал тынық мұхит аймағында Америка мен Қытайдың арасындағы шиеленіс Тайвань төңірегінде ерекше күшейіп тұр. Егер соғыс басталса, Тайвань алғашқы шайқас алаңы болады. Жапония, Оңтүстік Корея, Филиппин Америка жағында. Ресей мен Иран Қытайға жанама қолдау көрсетуі мүмкін. Бірақ Ресейдің Украина соғысынан әлсірегені және Иранның санкциялар астында отырғаны Қытай үшін нақты әскери көмек бола алмайды. Бесінші бөлім. Соғыстың ықтимал сценарийі. Тынық мұхиттағы соғыс. Америка мен Қытай арасындағы қақтығыс басталса, басты соғыс алаңы Тайвань маңы болады. Америка авианосецтері мен жойғыш ұшақтары Қытай флотының қозғалысын шектеуге тырысады, ал Қытай зымыран жүйелері арқылы америкалық базаларды нысанаға алады. Кибер және ғарыш майданы Қытайдың басты күшті тұсы. Кибер және ғарыштық технологиялар. Ол Американың спутник жүйелерін, GPS және байланыс инфрақұрылымын істен шығарып, экономикалық жүйелеріне шабуыл жасай алады. Ал Америкада дәл солай жауап қайтарады. Бұл жағдайда электр жүйелері, интернет және банктер істен шығу мүмкін.
Ұзақ экономикалық соғыс тікелей соғыс болмағанның өзінде, екі ел арасындағы сауда, технология және идеологиялық бәсеке ондаған жылдарға созылуы мүмкін. Қазірдің өзінде бұл соғыс чип соғысы, жасанды интеллект соғысы және ақпараттық үстемдік соғысы түрінде жүріп жатыр. 6 бөлім. Қорытынды кім жеңеді? Егер әскери тұрғыдан қарасақ, Америка жеңеді. Себебі оның әскери технологиясы, ғаламдық логистикасы және одақтастары басым. Бірақ егер соғыс ұзаққа созылса, Қытайдың экономикалық төзімділігі мен халқының саны үлкен рөл атқарады. Ал егер ядролық қару қолданылса, адамзаттың өзі жеңіледі. Сондықтан ең шынайы жауап мынау. Америка мен Қытай соғысса, ешкім жеңбейді. Тек әлем күйрейді. Қазіргі заманның нағыз күресі зымыранда емес, ақпаратта, экономикада және технологияда. Кім инновация мен білімде озық болса, сол әлемнің болашағын басқарады.